Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қазақша фунчоза жасайтын боламыз. Бұл менің анамның рецепті бойынша. Осы рецепт өзіме қатты ұнайды, үнемі осылай жасаймын. Егер жасап көріп жатсаңыздар, маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай етімізді тек қара кесек етін ғана алып, ұзын етіп видеодағыдай етіп турап аламыз. Одан соң бір пиязды ортасынан бөліп, турап алған соң тағы да туралған пиязымыздың тағы да ортасынан белінен тағы да бөлетін боламыз. Пияздарымызды турап болған соң қазанға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырамыз. Және де 2 чеснок қосуды ұмытпаңыздар. Мен осы жолы ұмытып кетіппін. Одан дәмі бұзылмайды. Қоссаңыздар, одан да дәмді болып шығады. Етімізді салып қуырамыз. 2 минуттай қуырып алған соң соя тұздығын қосып, тағы да 5-6 минуттай жақсылап бұқтырып, тағы да қуыратын боламыз. Одан соң үстіне пиязды қосамыз. Пиязымыз өлгенше, етіміз піскенше бір 10 минуттай тағы да бұқтыратын боламыз. Және де осы пиязды салып болған соң 10 минуттай қалдырамыз. Ол кезде біздің лапшамызды дайындаймыз. Осындай лапшамызды алып суға, қайнаған ыстық суға саламыз. Және де әр фунчоза жасайтын кезде фунчозаның сыртын қарап алыңыздар. Кейбір фунчозаларды қайнату керек болады, ал кейбіреуін тек суға бұқтыру керек болады. Бұл суға бұқтыратын фунчоза екен, сонымен үстінен толтырып су құйып бұқтырып қоямыз. Одан соң тұзын және фунчозаның приправасын, сәбізді қосып, тағы да 10 минуттай жаңағы пияздан кейін тағы да 10 минут, осы 10 минут аралығында біздің фунчозамыз дайын болады. Сонымен ыстық фунчозамызды суынан сорғытып, осылай біздің етімізге қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Және де етке көбірек тұз қосуды ұмытпаңыздар, кейін фунчозаның дәмі тұзсыз болып қалмас үшін. Осында керемет қазақша фунчоза шықты. Баршаңызға ас болсын, жасап көрсеңіздер, менің каналымда комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған Таңшолпан.